Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге отбасымызбен дайындаған осындай үлкен көлемде сумалякты қалай дайындағанымыздың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз жұмысымызды бидайымызды тазалаудан бастаймыз. Бұл жерде біздегі бидай көженің бидайы емес, оны шатастырып алмаңыздар. Бидайымызды жақсылап ішіндегі мусорларынан жақсылап тазалап аламыз да суға бір күнге жібітіп қоямыз. Мінекей біздің бидайымыз бір күн суда тұрып жібіп шықты. Бұлай шарадан менде 3 шара болды. Мендегі бидайдың жалпы салмағы 13 килограмм еді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бидай бір күн суға тұрғаннан кейін кішкене жібіп өніп бастаған. Ал енді бұл бидайымызды біз осындай столымызға жайып өндіретін боламыз. Яғни көгертіп өндіреміз. Қарасаңыздар, столдың бір шетінің бір аяқ жағына мен кішкене зат қойып биіктеу еттім, бір жағында ештеңе жоқ. Яғни біз бидайды жайғаннан кейін оны күнде суарып тұрамыз. Су осы дастарқан бойымен жерге түсіп тұру керек. Су өзінде қалмау керек. Әйтпесе бидайымыз көгеріп кетеді. Барлық бидайымызды осы столдың үстіне жақсылап жайып шығамыз. Қалыңдығын 1 сантиметрдей етіп, жақсылап бір келкі етіп жайып шығыңыздар. Бұл процесті біз бидай өндіру деп атаймыз. Бұлай біздің бидайымыз 4-5 күнде өніп шығатын болады. Және бидай өндіретін бөлмеңіз жылы, температурасы бір қалыпта болу қажет. Бұл жерде мен көженің бидайы болмайды деген себебім, көженің бидайы уже түйілген бидай болады. Ал егер сіздер көженің бидайын осылай өндіретін болсаңыздар, ол өнбейді, керісінше шіріп кететін болады. Мінекей біз бидайымызға күнде осылай 3 мезгіл дәретпен суаратын боламыз. Суды бидайдың барлық жеріне тиетіндей етіп, жақсылап суарып суды шашып шығасыздар. Бұл жерде бидайымыз жайылғаннан кейін бірінші күн. Міне қарасаңыздар, бидай өніп, уже кішкене өсіп қалған. Бидайға шашатын суларыңызда жылы бөлме температурасындағы су болуы қажет. Барлық жеріне бір келкі шашып шықсаңыздар, бидай бір келкі болып өніп шығатын болады. Міне қараңыздар, бидайдың асты да уже өніп, ақ шашақтарын шығара бастаған. Осы ең соңында, өндірудің ең соңғы процесіне осы бір келкі кілем сияқты аппақ болады. Және тағы да бір ескертетін зат, бұл жерде біздің бидай өніп тұрған бөлмеміз кішкене қараңғы болу керек. Мен осы су құятын кезде және видеоға түсіру үшін ғана бөлменің жарығын қосып түсірдім. Сонда біздің бидайымыз кішкене көгермей өнетін болады. Ал егер сіздердің бидайларыңыз көгеріп өнетін болса, сумаляктың дәмі қышқылдау болып қалады. Бұл жердегі бидайымыздың өндіріп жатқанымызға уже 3-ші күн болды. Қарасаңыздар, бидай бір келкі болып, бір шетінен көгеріп бастап жатыр. Столдың қиғаш шеті бірінші көгеріп бастайды и жоғарыға қарай көгеріп шығатын болады. Суымызды бір келкі етіп, тағы да су құйып шығамыз. Суды жақсылап көбірек құйыңыздар. Артық суды уайымдамаңыздар. Стол қиғаш тұрғаннан кейін артық су жерге өзі ағып түсіп кетеді. Бидайдың өндіру процесінің ұзақтығы сіздің құйған суыңызға және бөлмеңіздің температурасы да байланысты болады. Кейде бөлмеңіз жылы, суды жақсы 3 мезгілден құйып тұрсаңыз, бидайыңыз 3 күннің ішінде де өніп шығып қалады. Мінекей, менде 4-ші күн бидай уже өніп жасауға дайын болып тұр. Міне, бидайымыздың үстіндегі жасылды байқасаңыздар, қатты жасыл емес. Осылай қатты жасыл болмауын жақсылап қадағалаңыздар. Асты бір келкі кілем болып, бірдей болып біріккен кезде біздің бидайымыз дайын деген сөз. Келесі кезекте бұл біз өніп шыққан бидайдың барлығын мясорубкадан өткізетін боламыз. Сол үшін өзіңізге ыңғайлы етіп кесіп бөле беріңіз. Үлкендеу етсеңіз де, майдалау кессеңіз де болады. Қараңыздар, бидайдың асты бір келкі ақ шаштары шығып, жақсылап өніп шыққан.
мінекей бидайымыздың барлығын біз бөлшектерге бөліп алдық. Ал енді мясорубкамызбен жақсылап барлығын майдалап шығарып боламыз. Бұл кезеңнің барлығын біз сумалякты қайнатудан бір күн алдын түнде жасаймыз. Суын түнімен дайындап қойсақ, ертесіне таң азанымен сумалягымызды бастайтын боламыз. Ет тартқыштан майдалаған бидайымызды осылай таза суға салып, жақсылап жуамыз. Бұл жерде біз осы бидайдың сүтін алуымыз керек. Осылай елекпен немесе мата қалтаға құйып, жақсылап бидайымыздың ақ сүтін алатын боламыз. Ал бұл бидайымызды, жуылған бидайларымызды тастамаймыз. Тағы да бір ыдысқа жинай береміз. Осылай біздің қою бидайдан шыққан ақ сүтімізді жинай береміз. Ол сүтте өте көп шығады. Оның барлығын үлкен ыдысқа құйып жинай беріңіздер. Таңғы сағат 7. Біз бисмилля деп сумалягымызды бастадық. Қазанымыздың астына отымызды жағып, 2 литр майымызды құйып, қыздырып алдық. Қызып тұрған майымыздың үстінен кешегі бидайымыздың сүтін құюды бастаймыз. Барлығын құймаймыз, тек бір кастрюльні ғана құямыз. Енді жақсылап бір араластырып, ұнды салуды бастаймыз. Ұнды араластыру үшін біз қолымызға осындай шәуліні аламыз. Ұнды салған кезде жақсылап тоқтамай араластыру керек. Әйтпесе ұн қазанымыздың астына жабысып қалатын болса, ол күйіп өзінің жаман дәмін шығарады. Ұнды кесемен шетінен сала бастаймыз. Ал сүтімізді бір шетінен құя береміз. Сүтімізді міндетті түрде сүзгіден өткізіп құйыңыздар, өйткені бидайдың кішкене қабықтары қалып кетуі мүмкін. Жақсылап 2 адам болып араластырыңыздар. Егер де сіздерде көп осылай жасайтын болсаңыздар, 2 адам болып тоқтамай жақсылап араластырыңыздар. Ұнның түйіршігі міндетті түрде жақсылап барлығы кету қажет. Менде басында айтып кеткендей 13 кило бидай еді. Әр килограмм бидайға 3 кило ұн салады деп есептейміз. Сонда мен бұл жерде 40 килограмм ұн салдым. Міндетті түрде ұнды жақсылап араластырыңыздар. Түйіршік мүлде қалып кетпеу қажет. Міне біз барлық ұнымызды салып, бір келкі етіп араластырып алдық. Қазанды кішкене қатты толтырмаңыздар, өйткені қазір бірінші қайнап шыққан кезінде бұл бізде кішкене тасиды. Сол үшін қазанды қатты толтырмаймыз. Міндетті түрде басынан аяқ тек араластырып тұрамыз. Асты әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін бір адам, 2 адам үнемі сумалякты араластырып отыру қажет. Міне біздің сумалягымыздың қайнап жатқанына уже 1 сағат болды. Осылай 3 жақтама, 2 жақтама тоқтамай жақсылап араластыра беру қажет. Жалпы сумаляктың дайындау уақытысы 24 сағат кетеді. Біз 16 сағат осы қазанда қайнатамыз және 8 сағатқа түнімен бұқтырып қоятын боламыз. Мінекей біздің сумалягымыздың қайнап жатқанына уже 3 сағат болды. Байқасаңыздар, қазанымыз қайнап кішкене азая бастаған. Азая бастаса, біз кешегі бидайымыздан алған сүтімізді құя береміз. Ол сүтті тоқтамай құя береміз. Қазанымыздың суы азайған сайын осы бидайдың сүтін сүзгіден өткізіп құя береміз. Басқа су құймайсыздар. Тек осы ұн мен бидайдың сүті ғана араласады. Осылай араластыруды жалғастыра береміз. Осылай біздің қазанымыз қайнап жатқан кезде жерден таза тастарды, жылтыр тастарды жинап алып, жақсылап жуып, қазанымыздың түбіне салатын боламыз. Ол бізге не үшін керек десеңіздер, қазан түбін алып қалмау үшін. Яғни сонша араластырсақ та қазанның астына от қатты болғандықтан түбіне жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін біз астына тас салып қоямыз. Ел аузынан жазып алған аңыздардың бірінде күйеуі соғыста қаза тапқан ана 7 баласымен аш қалған кезде періштелердің көмегімен ғажап дәмі бар тағам сумаляк әзірлеп, ашаршылықтан аман қалған айтылады. Сумен ғана күнелтіп, әбден қалжыраған балалары қарнымыз ашты деп шешесіне жылай бастайды. Іші бауыры езілген ана үй маңында саусақтай болып өніп тұрған бидай сабақтарын майдалап, қазанға салып, үстінен су құйып қайната бастайды.
Шешей тамақ пісіріп жатқанына қуанған балалары айналасында асыр салып ойнап жүреді. Анасы тамақ дәмді болсын деп балаларын алдап, қайнап тұрған суға бірнеше ұсақ тас салып қайната береді. Аштық пен әлсіздік қатар қысқан балалары тамақтың пісуін күте-күте ұйықтап қалады. Тәңірге балаларын аштан өлтірмеуін сұрап жалбарынған ана да қазанын қозғай-қозғай ұйықтап қалады. Таңертең тұрып қараса, қазан тәтті тағамға толып тұр екен. Міне осындай ел аузында тараған аңыздар да бар. Ал біз сұмалағымызға оралатын болсақ, сұмалақ қайнаған сайын осылай бірінші алынған бидайымыздың суын құя береміз. Бұл жерде бидайдың сүті деп те аталады, сөлі деп те аталады, әр жерде әртүрлі аталады. Осылай сүзгіден жақсылап өткізіп алыңыздар. Бұл жерде біз сұмалағымыздың қайнап жатқанына уже 4 сағаттай болды. Қазанымызға бірінші рет қысып алған бидайларымыздың сүтін барлығын құйып болғаннан кейін, қысып алынған бидайлардың үстінен тағы да осылай су құямыз. Таза су құйып, кішкене 5-10 минутқа қалдырып, мінекей тағы да екінші рет қысып шығарамыз. Ол кезде де біздің бидайларымыздың сүті тағы да шығады. Қазанымызға осы суларды құюды жалғастырамыз. Ешқандай басқа су құймаймыз. Осылай бидайымызды қайта-қайта қысып, бидайдың сүтін шығарып, соны қосатын боламыз. Осылай бидайымызды 3 қайтараға дейін осындай ақ сүтін ала береміз. Осы ақ сүтті қоссаңыздар, сұмалақ өте дәмді болады. Әшейін судан қарағанда осы ақ сүт өте жақсы. Осылай қазанымыздың сүті тартылған кезде алып барып қоса береміз. Сұмалақтың астының оты қатты да жай да жанбау керек. Бір орта баппен сұмалақты өте жақсы бабымен қайнату керек. Сонда сұмалағымыз өте дәмді, әдемі болып шығады. Бұл жерде біздің сұмалақтың қайнап жатқанына уже 6 сағаттай уақыт болды. Таңғы сағат 7-де басталған сұмалағымыздың қайнап жатқанына да 12 сағат болды. Дала қараңғы болды. Сұмалақ пісуіне жақын қалды. Мінекей біздің сұмалағымыздың қайнап жатқанына да 14 сағаттай уақыт өтті. Қарасаңыздар, сұмалақтың бетіне уже кішкене қаймақтары шыға бастады. Тағы да бір 2 сағаттан кейін біз сұмалағымызды бұқтыруға жібереміз. Мінекей, таңнан басталған сұмалағымызды бұқтыруға да жақын қалды. Сұмалақтың бұқтыруға дайын болған кезін сұмалақ осылай шарик-шарик болып ісінеді, және де ортасына қарын бүрме сияқты ортаға жинала бастайды. Видеода көріп тұрсаңыздар, ортаға қаймақтардың барлығы ортаға жиналып, барлық жерде шарик-шарик болып қайнап тұр. Мінекей, біз сұмалағымызды енді 8 сағатқа бұқтыруға жібереміз. Астындағы оты азайғаннан кейін үстінен топырақ жауып, біз бұқтыруға дайындайтын боламыз. Топырақ жаумасаңыздар, сұмалақтың асты күйіп кетуі мүмкін. Қазанның өзінің ыстықтығымен де таңға дейін 8 сағатта бұқтырылып, өте дәмді сұмалақ дайын болады. Ал енді біз сұмалақтың бетін жабуды бастаймыз. Астына кәпкірлерімізді қойып, тіреуіштерді қойып, оның үстінен фанера қойдық, және де таза маталармен пайдаландық. Сұмалақтың бетін жақсылап жылы етіп, ауа кірмейтіндей етіп, жақсылап жауып қойыңыздар.
Достар, біздің отбасымызбен жасаған сумалягымыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және каналға тіркеліп кетіңіздер. Сағат түнгі 11 болды. Сумалягымызды жақсылап жауып болғаннан кейін 8 сағатқа бұқтыруға қалтыратын боламыз. Таңғы сағат 7 болды. Бізде далада қар жауып тұр. 8 сағат бұқтырылған сумалякты ашуға дайын тұрмыз. Ал сумалягымызды ашып көрейік, сумаляктың бетінен қандай сурет шығады екен. Негізі аңыз бойынша осылай сумалякты жауып қойғаннан кейін сумаляктың бетінен бір әдемі сурет шығады. Ол суретті әркім әр нәрсеге балап жатады. Ал бисмилля деп сумалягымыздың бетін аштық. Біздің 24 сағаттан бері дайындаған сумалягымыздың бетінен қараңыздар. Жатырдағы кішкентай эмбрионның суретіне ұқсайды. Сумалягымыздың өзінің түсіне келетін болсақ, өте қанық шоколадты түске енген сумаляк дайын болды. Күн сәулесі түспейтін жерде өндіріліп, ұзақ уақыт қайнатылған бидайдың құрамындағы күрделі формадағы қант қарапайым моносахаридтерге, ал ақуыздар амин қышқылдарға, майлар май қышқылдарына ыдырайды. Соның нәтижесінде адам ағзасына өте пайдалы физиологиялық белсенді заттар, дәрумендер және фитоминдер түзіледі. Сумалякты жеген адамның шаршауы басылып, бойына күш-қуат құйылғандай сезінуі соның нәтижесі. Өйткені ұзақ қайнатылған азық құрамындағы биологиялық катализатордың белсенділігі де арта түседі. Сумаляк пісірудің қызығы мол. Ортақ қазаннан дәм тату мақсатында бірлесе қимылдаған адамдардың ынтымағы арта түседі. Қазанның басында жүріп, келелі мәселелерін ақылдасып та алады. Бұл наурыздың ізгілік береке, ынтымақ идеяларымен астасып жатқандығын танытады. Сумаляк өзбек халқының сүйсіне әзірлейтін, тамсана жейтін ұлттық тағамы болып саналады. Мінекей, біз отбасымызбен бірлесе жасаған сумалягымыз дайын болды. Ал бисмилля деп дәмін көрейік. Дәмі деген өте керемет, әдемі болған. Сумаляк қазір ыстық кезінде кішкене сұйықтау болады, ал суығаннан кейін тағы да қоюлана түсіп, тағы да дәміне дәм кіре бастайды. 4 күн бойы өндірген, 24 сағат бойы дайындаған сумалягымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздер бұлай көп мөлшерде жасамасаңыздар да болады. 1 кило бидайға 3 кило ұн есебінде жасай бересіздер. Ал бізге ас болсын, әз наурыз құтты болсын, барлық шаңырақта тек жақсылық болсын.